Ыстық су ағзада қайтымсыз процестерге алып келеді. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін жылы судың пайдасы және зияны туралы айтатын боламыз. Видеода сонымен қатар не үшін жылы суды күні бойы ішуіміз керек екенін біліп шығасыз. Роликті соңына дейін көріңіздер, каналға подписка жасап, бізге қолдау жасап қойыңыз. Құпия емес, көпшілік таңды кофе ішуден немесе ыстық шай ішуден бастайды. Бұл сусындар энергия беруге себеп болады, бірақ осы сусындармен бастаған дұрыс па, немесе бұрыс па деген сұрақ туады. Барлықтарыңыз білесіздер, денсаулық мықты болу үшін су балансын үнемі реттеп отыруымыз керек. Дұрыс салауатты өмір сүретін адамдар таңертең таза сумен бастайды. Ол метаболизмді және ас қорыту жүйесін іске қосу үшін өте маңызды. Енді бізге судың температурасы қандай болу керек деген сұрақ келеді. Осы роликті сол туралы ақпаратты толық беруге тырысамын. Ыстық судың пайдасы туралы Қытай медицинасында көп айтады. Олардың айтуы бойынша ин және янь балансын суық су ішкенде бұзады екенбіз. Судың температурасы біздің ағзамыздың температурасына тең болуы керек. Судың температурасы 37 градустан кем болмағаны дұрыс. Егер адам ауырып жатса, онда бұдан да ыстық су ішуі керек. Мүлде суық су ішуге кеңес бермеймін. Өйткені ол асқазанда бүйрек жұмысы арқылы жылынады. Сондықтан суық су ішкенде бүйректен көп энергия бостан-бос кетеді. Сондықтан ағзаның саулығы үшін жылы су ішкен дұрыс. Жылы судың дәмі суық суға қарағанда ерекше, сондықтан жылы суды ақырындап ішуден бастаңыз. Бастапқы уақытта бірнеше жұтымнан бастап, сосын күн сайын көлемін ұлғайтыңыз. Жылы су ішекте тез сіңеді. Оны қорытып немесе жылытып керек емес. Мұндай сұйықтықты аш қарынға ішу керек, өйткені тамақпен және ферменттермен араласпас үшін. Мұндай суды тез сіңетін су деп атайды, өйткені бұл сұйықтық асқазанда тұрып қалмайды. Қалған кез келген сұйықтық ағзадан қосымша обработканы талап етеді. Ал жылы су ағзаға еш күш түсірмейді және асқазанда тез сіңеді. Ал енді жылы судың пайдасына тоқталайық. Ең бірінші, метаболизмді жақсартады. Ол дене температурасын жоғарылатып, зат алмасу процесін іске қосады. Әсіресе оған лимон немесе имбир қосып ішсе өте жақсы эффект береді. Екінші, ас қорытуды жақсартады. Әсіресе іш қатуды қалыпқа келтіреді. Қал массасын жұмсартып, жеңіл шығуына себеп болады. Және мұндай су ішекті шлактан және токсиндерден тазартады. Ол ас қорыту ферменттердің белсенділігін қамтамасыз етеді. Ол тамақтардың сапалы қорытылуына себеп болады. Суық су майлардың қатуына әкелсе, ыстық су оларды ерітеді. Бұл суды тамаққа дейін 40 минут алдын немесе тамақтан кейін 40 минуттан кейін ішу керек. Ішектің жұмысын қалыпқа келтіреді. Судың жетіспеушілігі қал массасының ішектен шықпауын қамтамасыз етеді. Бұл іш қатумен немесе іштегі ауырсынумен көрініс табады. Мұндай жағдайдан құтылу үшін күніне 2 литрден кем емес жылы су ішеміз. Мұндай су ішек моторикасының стимуляциясын жақсартып, оның жеңіл шығуын қамтамасыз етеді. Одан кейін төртінші, токсиндерді сыртқа шығарады. Мұндай су зиянды заттарды ішек арқылы сыртқа шығарады, бүйрек және бауыр жұмысын қалыпқа келтіреді. Бесінші, тұмаудың симптомдарын жеңілдетеді. Жылы су ағзадан вирустың тез шығуын жеңілдетеді. Сондықтан тұмау тиген кезде көп мөлшерде жылы су ішуге кеңес беріледі. Ол құрғақ жөтелді жеңілдетеді, әсіресе лимон қосып ішіңіз. Жылы сұйықтық мұрын жұтқыншақтағы ісікті басады. Алтыншы, зәр алмасу жүйесіндегі қабынуды қалыпқа келтіреді. Цистит кезінде көп мөлшерде сұйықтықты ішу өте маңызды. Ол ағзаға зиян тигізетін бактерияларды шығарады, симптомдарды жеңілдетеді. Әсіресе жылы суды клюквамен ішіңіз. Мұндай су инфекционды агенттерді өлтіруге жақсы себеп болады. Жетінші, ауырсынуды басады. Жылы су бұлшықеттерді босаңсытады, спазмды кетіреді. Мұндай су етеккір кезіндегі ауырсынуды басады және бас ауруын басады. Одан кейін тері жағдайын жақсартады.
ішектердегі токсиндерді тазартады, сондықтан бет терісі ағарып, тегістеле бастайды. Терінің құрғауы, безеулердің болуы ағзаның шылақталғанының белгісі. Ретті түрде жылы суды қолдану таза, жылтыр беттің кепілі. 9-шы, қанның айналымын жақсартады. Қанды сұйылтады, оны токсиндерден тазартады, барлық тіндерге қоректік заттардың түсуін жеңілдетеді. Одан кейін 10-шы, жастықты ұзартады. Су ағзаға маңызды жасушалардың жұмысына өте керек. Жылы су осы орайда жақсы көмектеседі. Қартайған адамдарда су мөлшері азаяды. Сондықтан жылы суды ретті қолдануымыз керек. Суды таңертең қолданамыз, өйткені сүйектерге көмек бересіз. Таңертең ішкен жылы су қан реологиясын қалыпқа келтіреді, тіндерге қоректік заттар барады. 12-ші, тұмаудың алдын алады, иммунитетті күшейтеді, қан айналымды жақсартып, лимфа жүйесін тазартады. Қан және лимфа сұйықтығы жақсарғанда ағза вирустардан жеңіл күреседі. Таңертеңгі ішкен су сіздің ағзаңызда тамақ ішуге дайындайды. Ыстық су липидтерді ертеді, олардың шығуын жеңілдетеді. Күні бойы ыстық су қолдану арқылы бүйрек жұмысын реттейсіз. Бос радикалдарды шығарасыз. Су балансын реттеу арқылы терідегі ылғалдылықты сақтайсыз. Ұйықтар алдында су ішу арқылы ұйқының дұрыс болуын, сапалы болуын дұрыстайсыз. Жастығыңызды сақтап, ұзақ өмір сүргіңіз келсе, жылы суды күні бойы ішіңіз. Ешқандай қарсы көрсеткісі жоқ, бірақ сізде лимон немесе имбирге аллергия болса, онда ол өнімдерді тұтынар алдын абай болыңыз. Және де ыстық күндері қан қысымы жоғары адамдарға ағзаны ыстып жіберуден сақ болу үшін қатты ыстық емес, жылы ғана су ішкен абзал.